Ассалаумағалейкум қазақ елі. Достар, мынау ойлар келеді. Бізде Қазақстанда өкінішке орай зиялы қауым жоқ. Бірақ өнер жұлдыздары бар. Қайрат Нұртас, Музарт, Мейрамбек Беспаев, тағы қандай жұлдыздар бар. Ақын айтыскерлер, Ринат Зайытов. Мен соларға таңғалам. Иә, халық сіздер жақсы көреді. Концерт қоясыз, халықтар сол концертқа барады. Халықтың арқасында миллиондап ақша таптыңыздар. Бірақ қазақ халқына күн туғанда көңіл айтып, мынау масқараны тоқтатыңдар. Жарайды, қанды-қандар өтіп кетті. Қаншама кішкентай сәбилер өліп қалды. Қаншама Ресей әскері келіп қазақты қанды-қандарда қырып кетті. Сіздер жұлдыздар, өнер жұлдыздары, ақын айтыскерлер қайдасыңдар? Неге айтпайсыңдар? 350 қазақты өлтірген бірде-бір полиция, қылмыскерлер сотталды ма? Қаншама аталалар жылап жүр, қарғап. Сендерде не жүректерің жоқ па? Иман жоқ па? Мешітке барасыңдар, видео түсіресіңдер, қажылыққа барасыңдар, Меккеге барасыңдар. Бірақ бұл жерде қазақты қырып жатыр, қылмыскерлер өлтіріп жатыр. Оны қазақты өлтірген сол қылмыскерлерді ешкім соттамай жатыр. Неге соны айтпайсыңдар? Ертең Құдай Аллах тағаланың алдына барғанда қалай жауап бересіңдер? Мен соған таңғалам. Сіздерді көп таниды. Араларынан бір адам шығып, ақиқатты, шындықты айтса болады ғой. Қарайсың олса, шетелдегі артистерге, эстрада жұлдыздарына шығып ақиқатты айтады. Америкада бірдемесе болса айтады, мен мынаған қарсымын, неге халқыма оқ аттыңдар деп. Украинаның жұлдыздарына қарасаңдар, қалай халықпен бірге, халықтың қасынан көрінеді. Қазақстанның жұлдыздарына не болды? Мен сондықтан мынау бір сөз бар ғой, мынау артистерге, кімдерге, певцам, артистам и проститутки служат любому режиму дейді. Мен соғымен қазір келісетін болдым. Өкінішке орай шығып ақиқатты айтатын бірде бір Қазақстанның жұлдызын, ақын айтыскерін көрмеппін. Сол ой мазалап жатыр. Осы ойымды кішкене жинап бүгін сіздерге айтып жатырмын. Рахмет.